Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі мен бүгін сіздермен соусы ерекше дәмді цезарь салатының рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен тауық етін жақсылап жуып алып, үстіне тұз, бұрыш, паприка дәмдеуіштерін сеуіп, содан соң сұйық майымызды құйып, менде гхи майы, сіздер кез келген сұйық май түрін алсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, 15-20 минутқа маринадтап қоятын боламыз. Содан соң кез келген ақ нан, багет, батон болсын, бола береді. Менде қоңыр батон, соны бірнеше бөліктерге кубиктап турап, қытырлақ сухари дайындайтын боламыз. Мінекей дайын болған нанымызды пергамент қағаз төселген противенімізге арасын ашып салып, 15 минутқа пеште ұстаймыз. Ал енді салатымыздың ең маңызды бөлігі бұл соусы. Соусты мен үй жағдайында қарапайым ингредиенттерден дайындайтын боламын. Бұл 15% қаймақ, ұсақтап туралған петрушка және де үкіштен өткізілген чеснок. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей сухарийіміз дайын болды. Оны бөлек тарелкаға салып алып, орнына маринадталып болған тауық етін салатын боламыз. Тауық етін 180 градуста қызып тұрған пешке 25 минутқа қоямыз. Етіміз дайын болды. Сіздерге ескерте кететін бір жайт, тауығыңыз сочный болып шығу үшін 25 минуттан артық пеште ұстауға болмайды. Әйтпесе ол қатып кетеді. Қазір мен сіздерге турап көрсететін боламын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жып-жусақ болып толықтай пісіп шыққан. Осы цезарь салаты күтірлеп тұру үшін мен айсберг капустасын қолданатын боламын. Оны жақсылап жуып алып, ұсақтамай бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пекинский капуста немесе салат жапырағына алмастыруларыңызға болады. Содан соң қызанақтың шамалы бөлігін салып, үстіне дайын болған соусымызды құйып, жақсылап толығымен араластырып алатын боламыз. Енді дайын болған салатымыздың барлық құрамын біртіндеп ыдысымызға орналастыратын боламыз. Алдымен соусқа араласқан айсберг капустасы мен қызанағымызды саламыз. Келесі піскен жұмыртқаны, тауық етін, қытырлақ сухаримізді салып шығамыз. Жан жағына әдемілеп қызанағымызды да қоямыз. Содан соң ең соңғы штрих сиырымызды үстіне саламыз. Осымен көріп тұрғандарыңыздай біздің цезарь салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.